Жалпы, Айнұр, адамдар неге жылдам оқу керек? Өзіңіз білесіз, қазір ақпараттар заманы. Бүгін қазір шыққан ақпарат, ертең не актуальный болса, ол уже бізге таң қалу еместі. Бүгін шығады, қабылданады, ертең уже не актуальный. Енді ол ақпараттардың барлығын қабылдап, барлығын заман ағымына ілесіп, оларды қабылдап, аналитика жасап отыру үшін бізге қатты жылдамдық керек. Прям ол үшін жылдам оқудың ең негізгі мақсаты аз уақытта көп ақпаратты қабылдау. Яғни бос уақытты ажырату. Қазір көп адамдар жұмыс, ой, уақытым жоқ деп айтып жатады ғой. Мысалы, оның барлығы ол жұмыстан не істейді, білім жетілдіреді, сол білім арқылы нетеді. Ал енді ол білім жетілдіруіне аз уақытта көп білім алса, енді біздің табыс табуымыз тікелей біздің миымыздың жұмыс істеуіне байланысты, білімімізге байланысты. Ал білімді дамытатын ол кітап, электронды кітаптар, Google'дағы статьялар мысалы. Вот соларды оқу жылдамдатқан адам аз уақытта көп білім алады. Көп білім алса табысы да күшті болады. Табысы көп адамдар уақытын дұрыс жоспарлайды, уақыты бос болады. Хобби, бассейн, тау. Былайша айтқанда, Мұқағали атамыздың сөзімен айтқанда, ей өмір сыйыңды алам мен сенің бұйырмаған деп өмір сүреді ғой. Жақсы, жылдам оқи бастадық, бірақ оның мағынасын қаншалықты түсінеміз? Осыған қалай жауап бересіз? 100% адам, жылдам оқуды білмейтін 100% адам осылай айтады. Жақсы жылдам оқи береді екенсің, бірақ оның ішінде куча информация, енді оны сен қалай қабылдайсың деп айтады. Негізі жылдам оқуда мен айтам, бүкіл сөздер оқылмайды. Жылдам оқуда бүкіл сөздер оқылмайды, негізі ақпараттар бөлінеді. 75% ақпарат кітапта, мәтінде су ақпарат. Оны оқып керек емес. Ол біздің просто уақытымызды алады. Ал 25% ақпарат бар, ол алтын ақпарат. Оны жылдам оқуда біз кілтті сөздер деп айтамыз. Вот. Енді жылдам оқудың мақсаты су ақпараттың алтын ақпаратты бөліп қарау. Ал енді бүкіл мәтінді оқымаймыз, демек ішінен тек кілтті сөздерін алып оқимыз. Оның ішінде кілтті сөздерді оқыған соң оны есте сақтап қалу оңай. Мысалы, біз не істейміз? Кітап болады, кітаптың жанрына байланысты кілтті сөздердің орналасу реті де әртүрлі болады. Кітапқа қараймыз, жанрын анықтаймыз, сосын кілтті сөздердің орналасуын қарап, сол кілтті сөздерді есімізде сақтап қаламыз, болғаны. Жақсы жылдам оқыдым, бірақ түсінбей қаламын деген ойға вообще жол жоқ. 100% түсіне аласыз. Тек есте сақтау қабілетін дамытса болғаны. Ол енді жадыны дамыту курсында. Дәл осылай жылдам оқып кету үшін қанша уақыт керек? Енді любой нәрсені уақытпен өлшейміз, себебі уақыт деген ол біздің энергиямыз. Уақыт өтіп жатыр, энергия соған құртылып жатыр. Босқа өткен уақыт біздің босқа кеткен энергиямыз, мысалы. Жақсы, негізі жылдам оқуда 1 ай техникамен айналысады. Жылдам оқудың техникалары, жаттығулары, ал бірақ нормальный жылдамдыққа шығу үшін кемінде 3 ай уақыт керек. Біз жылдам оқуда басында көрсетеміз, жаттығуларын, көзге арналған жаттығулар, ерінге арналған, миға арналған жаттығулар, оны күнделікті жасап отыру керек. Енді 3 ай дегенде 24 сағаттан жылдам оқумен айналыс деген сөз емес. Басында 2 сағаттан айналысса, сосын 2 айда 40 минуттан 30 минут айналысса жетеді. Смело жетеді. Негізі 3 айда нормальный скоростқа шығуға болады. 3 ай бізбен дайындалса болады. Негізі біз 1 айда бүкіл тактика, техникаларын, жаттығуларын көрсетіп береміз. Қоғамда 80% адам, оның ішінде мен де бармын. Кітап оқысам, ұйқым келеді. Осы проблемадан қалай арыламыз? Бұның негізгі себебі 80% адам кітапты жатып оқиды. Жатып оқыған кезде өкпе қысылады. Ал өкпеде оттегі толық болмаған соң, ол миға дұрыс оттегін жібермейді, достаточно болмайды. Ал миға оттегі жетпегеннен соң, мидың негізгі қорек көзі ол оттегі. Оттегі миға дұрыс жетпесе, әртүрлі ойлар келе бастайды. Ұйықтап қал, холодильниктен бірдеңені алып же, неше түрлі ойлар келе бастайды. Мысалы, байқайсыздар ма, тауға шықсаңыздар, адам өзін бодрый сезінеді. Себебі ол жерде оттегімен толық ми жақсы жұмыс істеп жатыр, оттегі жетіп жатыр, еще ол жерде озон бар, озонды жұтып жатыр. Ол миға өте қатты көмектеседі. Сондықтан кітапты жатып оқуға болмайды. Тек отырып 90 градуста 90 градус қалыпта кітапты оқу керек. Жатып оқыса, ол денсаулыққа да зиян, ол көзге де зиян.
білім алам деп есесіне көзіңізді құртып алатын мүмкіндік бар да. Ол дұрыс емес. Жылдам оқуда дауыс шығарып оқу қате деп айтып жатады. Осыға бойынша сіздерде қандай тактикалар бар? Сіздердің пікірлеріңіз? Я бұл сұрақпен 100% келісемін. Жылдам оқуда дауыстап оқылмайды. Дауыстап оқыған кезде біз ерніміз 1 минутта тек 400 ғана сөз айта алады. Значит, сіз 400 ғана сөзбен шектелесіз деген сөз, егер дауыстап оқысаңыз. Ал егер дауыстамай оқығанда 120 000 жылдамдыққа дейін шығуға болады. Минутына 120 000 сөзге дейін. Ол кезде біз тек көзбен оқимыз. Енді мынандай сұрақ болады, еще 30 жылдан бері, 40 жылдан бері адамдар дауыстап оқып келе жатыр. Ол уже әдет. Енді ол әдеттен арылу үшін бізде ритм соққы деген жаттығу бар. Арнайы дауыстың несін алу үшін қолмен біздің аузымыздың жұмыс істеуі тікелей байланысты. Ритм соққы жаттығуын жасатамыз. Осы арқылы дауыстап оқудан арылады. Сосын барып біз оған техникаларды үйретеміз. Я, біз түсіндік. Біз дауысымызды шығарып оқыған сайын қабылдауымыз төмендейді. Ал көзбен қалай жұмыс жасайсыздар сонда? Негізі жылдам оқудағы ең керек сезім мүшесі ол көз. Біз негізі бүкіл әлемдегі ақпараттардың 70% ақпаратын көзіміз арқылы қабылдайды екенбіз. Енді көз арқылы қабылдағаны қалай? Дауыстап оқымаймыз. Дауыстап оқыған кезде көзбен көрдік ақпаратты, кітапты оқыдық, дауыстап айттық. Ол дауыс болып шығып құлағымыздан кіріп барып миға ақпарат беріледі ол кезде. Енді бізде ол процесті жойғаннан соң біз тікелей көреміз, ақпаратты миға жібереміз. Көреміз, ақпарат обработка жасалады. Енді бізде негізі адамдардың жылдам оқуда көздің қамту аймағына тікелей байланысты. Минутына 120 000 сөз үшін көздің қамту аймағы жоғарысынан да, тігінен де, көлденеңінен де көздің қамту аймағы кең болу керек. Жай адамдардың көздің қамту аймағы 1-5 градус. Ол дегеніміз, сіз кітапқа қараған кезде 2 сөзді ғана көзіңізге сыйдыра аласыз. Ал Шульте кесесі деген жаттығу бар, осыны арнайы кеңейтуге арналған. Онымен 3 ай айналысқан адамдардың көзінің қамту аймағы кемінде 10 есе дамиды. Яғни 15 градусқа дейін жетеді. Ол кезде сіз бір кітапқа бір рет қарасаңыз жеткілікті, ішіндегі бүкіл ақпаратын алып, яғни былайша айтқанда фотопамять сол кезде адамның қалыптасады. Ал негізі көздің максималды түрде қамту аймағы ол 35 градус. 35 градус кезде кітапты тупа парақтайсыз деген сөз ғой. Ол үшін Шульте кестесімен тұрақты түрде айналысу керек. Шульте кестесімен жұмыс істеудің арнайы тәсілдері бар, оны да дұрыс жасау керек. Ол біздің YouTube каналымызда тұрып, барлығын көруге болады. Білім деген шексіз жетеді. Біз оны аямаймыз да, барлығын YouTubeға шығарып тастағанбыз. Тек алып адамдар жасаса болғаны. Бізде басқа мақсат жоқ. Өте көп кітап оқып жатамыз. Бірақ есімізде қалатыны аз. Түсінбейміз. Осы неден? Сіздің пікіріңізше? Өзімде де сондай жағдай болады. Вроде оқып келе жатам, соңына келдім, бір дым түсінбеймін, не оқыдым, не айтылып мына жерде деген кейде сұрақтар болып қалады. Сосын өкінесің, уақытым босқа кетті, неге ондай, есте сақтауым жоқ, назарым жоқ. Оның барлығы тек назарды, фокусты бір жерге ұстай алмағандықтан. Назар әр жақта, басында дұрыс мотивация күшті болып кітапты бастадыңыз, басын вроде түсініп келе жатырсыз, ортасына келгенде мотивация төмендейді, әртүрлі ойлар, сабағым, ана апайым мынадан не қояды екен, кредит не болып жатыр, балам не болып жатыр, түрлі ойлар келе бастайды. Бұл біздің фокусымыздың жоқтығынан. Ол үшін біз жылдам оқу сабақтарында жасыл нүкте деген жаттығу жасатамыз. Зеленый точки деп аталады. Әр күні ұйықтаудан 10 минут бұрын жасайды. 10 минут бұрын миын тынықтырады. Миын тынықтырса, кешке түнде түс көрмейді ол адам. Түс көрмесе, біздің миымыз плотно демалады. Енді бұл түс тоже үлкен ауқымды тақырып. Оны мен жеке тоже YouTubeға шығарып қойғам, сол жақтан көрсеңіздер болады. Негізі адам түс көрмеу керек. Сіздерге әртүрлі жастағы балалар келеді, әртүрлі адамдар келеді. Қандай кепілдік бересіздер? Кепілдік жағына келсек, мен өзіме 100% кепілдік берем. Өзімнің өніміме, ондағы техникалар, жаттығулардың адамдарға көмектесіп жатқанына, одан реальный нәтиже болатынына мен 100% кепілдік берем. Бірақ мен сізге кепілдік бермеймін. Себебі сіз жеке тұлғасыз, сіздің ойыңыз бар, сіздің таңдауыңыз бар. Мен өз өніміме жауап берем, бірақ сіздің қалай дайындалатыныңызға мен жауап бере алмаймын. Ол енді өзіңізге байланысты. Мысалы, мен адамдар болады да, жақсы үйді армандайды, керемет машина мінгісі келеді, дамығысы келеді, білім жетілдіргісі келеді. Мақсатым мына жақта, бірақ оның іс-әрекеті Instagram көреді, жалқау, YouTube көреді, ан жаққа барады, мын жаққа барады.
оның арманы басқа, іс әрекеті басқа, екі жолға кетіп бара жатыр да. Мен именно курста осындай адамдарды көргім келмейді. Білім жетілдіру үшін вот даму керек, даму үшін кітап оқу керек, оны айтылды. Енді ол адамдар мақсаты мына жақта тұрып, мақсат жолында іс әрекет жасаймын, жаттығуларды күнде жасаймын, кітап оқимын десе, пожалуйста, мен оны қабылдаймын. Мен оны құшақ жая қабылдаймын да. Ал егер жалқау болатын болса, өзіне деген сенімсіз адам болса, ертең жетістікке жеткісі келеді, бірақ оған қарай іс әрекет жасамайтын адамдар болса, мен курста көргім келмейді ондай адамдарды. Бірінші, екінші сабақтан кейін келеді, үй жұмысын орындамай ма? Алыңыз ақшаңыз, керек емес. Мені де қинамаңыз, өзіңіз де қинамаңыз, сау болыңыз деп қоштаса саламын. Себебі мен табиғатымнан жалқау адам емеспін, жалқауларды ұнатпаймын. Менің білуімше, сіздер мұғалімдерді де оқытасыздар. 10 жылдық, 20 жылдық тәжірибесі бар ұстаздарға жаңашылдыққа шақыру, және сіздің жасыңыз ерекшелігіне қарай ол кісілер қабылдаулар қалай жалпы? Иә, енді бұл сұрақты көп мұғалімдер екі түрлі нұсқада қояды. Біреуі бізді критиковать етеді, екіншісі шынымен ба деп таңқалып айтады. Мысалы, вебинарлар өткіземіз, ютубта видеолар жасаймыз, сабақ беріп жатырмыз ғой. Кейбір адамдар сұрайды: Айнұр, осы сіздің жасыңыз қаншада? Жасым 19-да. 19-да деп айтам. Қазір балалар 100% ютубта отырады, 100% видео көреді, ойын ойнайды. Ал ол ойындардың барлығы, видеолардың барлығы, мультиктердің барлығы европалық стильмен келіп жатыр. Яғни европалықтан ойлау жүйесі қалай, балаларға сол программаланып жатыр. Бүкіл адамдарға сол программаланып жатыр. А қазір біздің мектептеріміздегі белгілі бір шаблон бар. Мұғалім отыру керек, бала былай отыру керек, арада барьер, мұғалімнің өз рөлі бар, оқушының өз рөлі бар. Ал біз сабақта ондай жоқ. Біз айтамыз: мен сенің досыңмын, давай арадағы барьерді қой, мен Айнұр деп айт, апай анау керек емес, официальность болмасын. Сен өмірде қалайсың, мен өмірде солаймын. Дәл өмірде қалаймыз, солай бір-бірімізбен араласайық. Міне осы арқылы біз балаларды нетіп жатырмыз. Сабақтарымызды көбіне сол европалық стильде түсіреміз. Себебі балалардың уже программаланған, балалар креативный заттарды жақсы көреді. Вот соларды жасап жатырмыз. Біздің тағы да бір вариантымыз бар. Жадыны дамыту және жылдам оқуды біз прям бүкіл мектептердің балалары оқыса екен дейміз. Бастауыш сыныптан барлығы есте сақтауды біліп шықса, бұл фундаменті, кез келген білімнің фундаменті. Ладно, оқып жатыр, есте сақтап қалмаса, ол не уақыты кетті ғой. Енді біз осындай оймен қазір мұғалімдерді дамытып жатырмыз, дайындап жатырмыз. Бұл бойынша Қазақстанда мамандар жоқ. Алматы, Астана сияқты крупный қалаларда 1-2 мамандар бар, бірақ олар тек офлайн өткізеді. Ал біздің мақсатымыз бүкіл ауылдағы қазақ балаларын осыны үйрету. Біз бұл бойынша тікелей ресейлік мамандармен жұмыс істейміз. Оны әлі қазақ халқы білмейді. Бұндай мамандық бар екенін, шынымен есте сақтау дамытуға болатын, жылдам оқуға болатын білмейді. Сондықтан біз мамандарды дайындаймыз. Жадын дамыту, жылдам оқу барлығы мида жүретін процесс болғандықтан біз миды қосымша зерттейміз. Нейропсихология, нейрофизиология, нейробиология деген мимен байланысты салалар бар. Ол бойынша даже Қазақстанда нормальный мид университеттерінің өзінде мамандар жоқ. Он чисто ютубтан, чисто курстардан біз оны ағылшын мамандардан оқимыз. Жалқаулықпен қалай күресу керек, адамды қалай өзгерту керек, ми қалай жұмыс істеп жатыр, қай кезде информация берсең қабылданады, қай кезде ол қабылдамайды. Осының барлығын мұғалімдер білмейді. Біз бұл жағынан миды да қосып жатырмыз курсымыздың ішіне. Егер бізге мұғалімдер келетін болса, вот педагогика жағынан да балаларда гормондардың бөлінуі деген бар. Бір гормонды бөлінген кезде оны екіншісіне қалай ауыстырамыз, осы бойынша бүкіл ойымыздан барлығын береміз. Бүкіл база бар, ресейден сатып алынған сабақтар бар, нейропсихолог ғалымдардың кітаптары тұр. Тупо оқуға береміз. Білім деген жетеді. Бүкіл Қазақстанды оқытуға жетпейміз. Біз 100 болсақ та қазір жетпейміз. Себебі балалардың деңгейі төмен, есте сақтау нашар. Сондықтан біз мұғалімдерді оқытамыз деп шештік. Еще олар біздің базамызды алады, үнемі байланысып отырады. Мидың дамуы бойынша, гормондары бойынша, скорочтение, развитие памятінің өзі бір бөлек бағыт. Бұны любой мұғалім үйреніп алып, ертең курс ашса, балаларды офлайн оқытса, балалар нәтижесін көріп, ол риза болады, ол өзінің табысын табады. Біз де ризамыз, барлығын оқытып, бүкіл Қазақстан балалары білімді болса, ол ертең экономикаға әсер етеді. Экономикасы тұрақты дамыған, экономикасы нормальный мемлекетте тұрақтылық болады. Біздің мақсатымыз осы. Негізі мидың мүмкіншіліктері шексіз. Адамдар сұрап жатады: ой, Айнұр, мидың мүмкіншіліктері шексіз екен, өзіңіз не істеп жатсыз деген сияқты. Болады ғой, мысалы, өзің етікшісің бе, етікті үйретесің, өзің тамақ істейсің бе, тамақ істеуді үйретесің. Мен айтам, память үйретем бе, жылдам оқуды үйретем бе?
менде де бірдеңе болу керек қой. Енді негізі жадыны дамыту, алғашында біз жадыны дамыту курсына қатыстық, содан біраз нәтиже болды. Мен қазір әртүрлі ақындардан 300-ге жуық өлең білем. Махамбеттің өлеңдерін жатқа білем. Себебі Махамбетті өзім ерекше құрметтеймін, себебі рух, ерлік деген темалар маған ұнайды, сол тақырыптарды. Өзім шабыттана оқимын, өлең оқу бойынша да. Негізінен менің мамандығым, мен Қазақ ұлттық университеті, кішкентай кезден журналист боламын деп қатты армандадым. Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетіне түсем деп Қазақстан телеарнасындағы дикторларды көріп, олар қалай сөйлейді, ел алдында өзін қалай ұстайды, солай кішкентайымнан негізі өлең оқып дайындалған, мақал мәтел жаттап, ертең мен журналист болсам, любой жерден, кез келген жерден шығып кетуім керек, әдемі сөйлеуім керек деп кішкентайымнан дайындалып, осындай өлең жаттадым. 300-ге жуық өлең білем. Абай, Мұхтар Шаханов, Төлеген Айбергенов, Фариза Оңғарсыновалар жаттап, облыстық өлең оқу сайыстарынан гран-при алып жүрген кездерім болған. Бірақ қазіргі мақсатым одан ауытқып кетті. Журналистика факультетіне мен түсе алмай қалдым. Мұғалімдікке түстім. Қазір мұғаліммін. Маған журналистикадан гөрі қазір осы қатты ұнап кеткен, балаларға түсіндіру, адамдарға түсіндіру, оларға сабақ өткізу. Я мысалы түсінбей жатқан кездерімде до конца үйрету деген сияқты сол маған ұнайды. Бірақ мұғалімдік бір жағынан қанымда да бар. Менің мамам мұғалім, менің нағашыларым университетте сабақ береді, ал нағашы атам 33 жыл мектеп директор болған. Ол қаннан берілген қасиет, енді қаннан берілген қасиетті кішкене техникалармен дамытып, кішкене сабақ беріп жүрген жайымыз бар. Балалар айтады: ой, Айнұр апай, сіз күшті бересіз, мен сізді сыйлаймын, прям көріп отырсам рахаттанамын деген сияқты. Үлкендер айтады вебинарда: ой, күшті өтті вебинар, аз уақытта көп информация алдық деген. Ол да бір приятный да адамға, өзімде бір бақытты сезімге. Олар ондай отзыв айтқан сайын бір не жаңа нәрсе берсем деп іздене бастайсың да. Ал енді қазіргі мақсатымыз біздің балаларға білім алудың, бүкіл адамдарға білім алудың оңай жолын көрсетіп беру. Оңай жолы бар, соны көрсетіп беріп, барлық адамды білімді ету. Қазіргі балаларда кумир жоқ. Балалар 6-7 жаса, бірақ олар кумир жоқ. Сондықтан бізге Европадан гейлер келіп жатыр, мына жақтан түрлі діни секталар келіп жатыр, сосын олар кумир жоқ. Қайсысы көзіне әдемі көрінді, сол жақ қарай кете бастайды. Мен балаларға кумир болғым келеді. Олар жолбасшы болғым келеді, көшбасшы болғым келеді. Көшбасшы болғанда да мен оларды әртүрлі бір ой бұзық жағдайларға емес, ғылым, білім, дұрыс білім алу керек, елді дамыту керек. Вот осындай бағытта балалардың барлығын жеткізгім келеді білім алу жолына. Егер дәл қазір балаларға кумирлар шығып, оларды білім, ғылымға сүйремесе, ертең олар біздің ұлттық құндылықтарымызды құртатын. Түрлі әншілер шығып жатыр, қыз сияқты, ұлдары қыз сияқты әншілер шығып жатыр. Дұрыс емес бағытта балалар программаланып жатыр да. Дәл қазір оған шектеу қоймасақ, ұлттық құндылықтарымыз жойылады. Ал мен ұлттық құндылықтарымыздың жойылуына жол бермеймін.